айтайын мен. Жоғары жақын ағамыз айтты. Шынымен естеріңізде болсын, жақшадан, жаман ақша бір жолда жүреді. Жаңа сайттар Асар, Мөлтек ауданы. Осы бүгін көріп отырсыз қанға. Ал оған жету үшін, сол бастаған жігіттердің кешкен күйін көрсеңіз, ол жылап аз. Олар миллиондаған долларын біздің Шымкентте бюрократия шамана бір жолда жүретін. Шеп қойды. Миллиондаған долларын жеп кетті. Миллиондаған лақтырып долдырған. Олардың алған бірінші алған жерін жаңа Асар микро аудан саламыз деген жерін тартып алып, сол үшін Шымкенттің қаланың генпланын өзгертіп жіберді. Қаланың генпланын соны өзгертіп жіберді. Ол парламенттен бекіттіреді, генпланын. Соған бар біздің жігіттер, жақсы жігіттеріміз. Олар содан кейін қайтадан жүгіріп жүріп, ана жерді қайтадан алып, Нұрекең адам тауып шығып, соны істеді. Ал соны істеген жігіт, ол бұрын Өзбекстанда агропром бастығы болған, вице-премьер болған. Сол шықты, сонда қызмет оған өте көп. Ал соның бәрін жиып қойып, мен қазір 7-8 жыл болды. Тек Өзбекстаннан қанасыр әкелердің соңында жүр. Сол миллионның ақшасын жоғалтып, соңында жүр. Мен сізге айтайын дегенім, сіздер сол 1,5 миллион қазақтардың Қытайдан сол жаңа Ибадалла сияқты бір-екі қазақ табылуға тиіс. Мүмкін емес табылмау. Соларды желкесіне мойнын бұрап отырып, айналайын сен қызмет таста, сен мынандайға өстіп қазақ үшін, Қытай үшін кіріспесең болмайды деп ақсақалдар айтпаса, екі жақтан жүрмесе, екі жақтан мемлекет өзі нағыла қоймайды. Төменнен қимыл, төменнен халық қоғам. Екінші ұсыныс. Ертең мысалы біз жаңа хорошо, жаңа жазамыз. Баламыздан жазамыз дейік, құлақ жазамыз. Енді мен өмір айтып жүрем, осы нәрсемен жұрт құлақ аспайды. Мына Беляковтар, басқа орыс қоғамдар неге айтқан селеді президентке? Олардан сіздер білесіздер ме? Хат қапшық түседі. Президент аппаратына қапшыққа түседі хат. Қапшықта қол алынған. Миллиондап қолға түседі. Чуть орыстар дереу қолға адресін есі көреді өзінің аты жөнін. Қандай. Біз қолға бар қазақ қашады, осы отырған бәрі қашады. Толы қашады. Бала шағаның бәрі құрсын зиян тиіп келеді. Ертең біз сол бағдарламаны, сол жаңағы заңды біз осы 5-6 адам жүргеніміз ол боққа таспайды, жігіттер кешіріңіздер. Ол артында мыңдаған адам қолдыру керек. Талғар, Шелек, Талдықорған, Шымкент, Өскемен сол тұрса сонда ғана парламентте, президентте, әкімшілік бәрі соны мойындайды. Осы ұсынысым мен.